Қайырлы күн оқушылар. Бүгін біз жаңа бөлімді бастаймыз. Бөлімнің аты «Тәні саудың жаны сау». Оң қолымда 5 саусақ атты тақырыппен таныс боламыз. Бірінші балалар, біз тақырыпты бастамас бұрын сөздік дәптерімізге жаңа сөздерді жазып қояйық. Саусақ, палец, бармақ, большой палец, башпай, палец, ног. Сөздік дәптерге жазып болған болсаңдар, сөйлемдерге назар аударайық. Саусақ, саусағы, бармақ, бармағы. Бұл жерде саусақ сөзіндегі қ дыбысы о дыбысының әсерінен өзгеріске ұшырап тұр екен. Яғни саусақ сөзіндегі соңғы қ дыбысы бізде дауыссыз дыбыс, дауыссыз дыбысқа дауысты ы дыбысы жалғану арқылы қ дыбысы ғ дыбысына айналып тұр. Дәл сол сияқты бармақ сөзінде де бармақ, бармағы, бұл жерде де қ дыбысына ы дыбысы жалғанған кезде қ дыбысы жұмсарып ғ дыбысына айналып кетіп тұр екен. Менің саусағым, сенің саусағың, оның саусағы. Мой палец, твой палец, его палец. Енді суретке назар аударайық. Бұл жерде бұл суретте не бейнеленген? Атасы, әжесі және де немересі. Атасы немересіне саусақтарын, яғни қол саусақтары туралы айтып отыр екен. Ал әжесі болса, аяқ саусақтары жайлы немересіне түсіндіріп отыр екен. Мәтінге назар аударайық, мәтінді оқиық. Қолда саусақ болады. На руке есть пальцы. Аяқта башпай болады. На ноге есть пальцы ног. Оң қолда 5 саусақ. На правой руке 5 пальцев. Сол қолда 5 саусақ. На левой руке 5 пальцев. Барлығы 10 саусақ. Вообще 10 пальцев. Оң аяқта 5 башпай. На правой ноге 5 пальцев ног. Сол аяқта 5 башпай. На левой ноге 5 пальцев ног. Барлығы 10 башпай. Общий 10 пальцев ног. Енді бірінші тапсырма. Мәтінді оқы, саусақтарыңды көрсетіп айт. Саусақ ойыны. Бірінші саусақ атам, екінші саусақ әжем, үшінші саусақ әкем, төртінші саусақ анам, кішкентай саусақ мен. Бұл жерде 5 саусақты өз үйіндегі отбасы мүшелерімен теңестіріп тұр екен. Большой палец – это дедушка. Второй палец – это бабушка. Третий палец – это папа. Четвертый палец – это мама. Пятый палец – это я. Екінші тапсырма. Кім алғыр ойыны? Төменде берілген саусақтардың атын тез жаттаған оқушы жеңімпаз болады. Бұл жерде балалар, қазақта әр саусақтың өз атауы болады. Яғни бірінші біздің бас бармағымыз бас бармақ, екінші балаң үйрек, ортан терек, төртінші шылдыр шүмек, бесінші кішкентай бөбек. Яғни 5 саусақтың өзінің атауы болады екен. Сол атауларды жаттаймыз үйден. Және де балалар, қолдарыңды, өздеріңді видеоға, қолдарыңдағы жаңағы саусақтарыңды осы атаулармен атап, видеомен түсіріп жіберсеңдер болады. Келесі жазылым тапсырмасы. Үшінші тапсырма. Суреттердің орнына қажетті сөздерді қойып жаз. Балалар, бұны біз сынып жұмысы ретінде алайық. Дәптерді ашып, бүгінгі күнді жазайық. Қаңтардың 11-і сынып жұмысы, үшінші тапсырма. Қалай орындаймыз? Яғни бұл жерде сөйлемнің орнына, яғни сөздің орнына сурет берілген екен. Яғни мынау бірінші сөйлем. Мысалға, бірінші сөйлем. Мынау менің 5 не бұл? Қандай сөз жазамыз? Мынау менің 5 саусағым. Яғни суретті сөзбен алмастырамыз.
келесі. Бұл менің оң не болады? Балалар бұны өздерің өз беттерімен дәптерлеріне орындап, суретке түсіріп жіберіңдер. Балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Жаңа сөздерді міндетті түрде жаттаймыз. Үйге тапсырма. Жұмыс дәптер, номер 3 жұмыс дәптер. Оң қолымда 5 саусақ тақырыбына байланысты тапсырмалар орындайсыңдар. Оған қоса 4 тапсырма. Мәтіндегі түсіп қалған сөздерді орнына қойып оқы. Бұл жердегі мәтін берілген. Түсіп қалған көп нүктенің орнына астында қажетті сөздер берілген. Осы қажетті сөздерді пайдалану арқылы мәтінді толықтырып, ауызша аудио жазба арқылы маған жіберіңдер. Ребята, домашнее задание номер 3, рабочая тетрадь. Плюс к этому 4 задание. Здесь вам нужно будет поставить нужные слова вместо многоточек. Балалар, сабақ аяқталды, сау болыңдар. Ребята, урок окончен. До свидания.